Мен еліміздің көптеген аймақтарын аралап, өз көзіммен көрдім. Ал дәл қазір мен солтүстік Қазақстанға да міне келіп жеттім. Бұл аймақта мені не күтіп тұрғанын бірге көрейік. Қазір мен бұлай ұстаймын. Ұрылып лақтырам ғой, Аха, лақтырғанда, сосын тастағанда ұстап қаласыздар астында. Аха, дайынсың ба? Дұрыс қой? Дұрыс. Біздің бағдарламаға күрестің не қатысы бар дейсіздер ғой? Мәселе мынада. Бұл спорт клубының негізін қалаушы Петропавл қаласының фермерлік шаруашылығының иесі. Сонымен менің экономикалық сапарымның келесі аялдамасы солтүстік Қазақстан облысы. Бұл өңірде тек қана нанымен ғана емес, сонымен қатар чемпиондармен де танымал. Мысалға, Бауыржан Садуақасов, Данияр Сайлауов сынды чемпиондар осы өңірден шыққан. Кім білет, мүмкін сәті түсіп, фермада осы чемпиондардың бірімен кездесіп те қалармын. Атамекен тележобасы кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірінде тұрып жатқан халықтың тіршілігі мен олардың табыс көзі туралы, армандары мен мақсаттары жайында кеңінен баяндайды. Осының бәрін өз көзімен көріп, етене танысу үшін, еліміздің өмір сүруге ең қолайлы жерін таңдау үшін қарапайым саяхатшы Дархан аймақтарға сапар шегеді. Солтүстік Қазақстан облысы ел экономикасы үшін өте маңызды аймақ. Облыс республика аумағының 4%-ын құраса да, бүкіл елде егілетін астық алқаптарының ширек бөлігі осы Теріскей өңіріне тиесілі. Мұнда әдетте бидайдың ең жоғары өнімділігі гектарына 18 центнерге дейін жетеді. Дәнді және майлы дақылдар үлкен көлемде экспортқа ТМД, Еуропа, Қытай және таяу шығыс елдеріне шығарылады. Бұл өңірде шикізат өндірілмесе де өзінің өңдеу өнеркәсібімен танымал, ал биыл осы сала бойынша көрсеткіш 2 есеге өсті. Машина жасау өндірісінің көлемі өткен жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда шамамен 50%-ға жоғарылады. Шыны керек, өз-өзіме сене алар емеспін, осындай техниканы басқарам деп ойлаған жоқпын, шыны керек. Ойрат мырза, біз қазір қай жаққа барамыз? Сізге асыл тұқымды ангус бұқаларын көрсетейін. Барып көрейік ал. Мәмбетов және К компаниясы дәнді дақылдарды өсіру сауапты әрі құрметті кәсіп деп санайды. 90-шы жылдарда құлдырауға ұшыраған шаруашылық икемді менеджмент пен жаңа технологиялардың арқасында озық кәсіпорындардың қатарына қосылды. Жергілікті агрономдардың ерекше мақтанышы бидай, рапс және басқа дақылдардың жоғары экологиялық тұқымдары. Мұндай тұқымдар өте сапалы және басқаларынан әлдеқайда өнімді. Ал 2000-шы жылдары халықаралық стандарт бойынша шаруашылықта селекциялық мал шаруашылығы мен сүт өнімдерін шығару басталды. Бұл осы салада өңірдегі алғашқы аукциондық сауда-саттықты бастауға мүмкіндік берді. Міне, бұл ангус бұқалары. Біз Абердин ангус тұқымды сиырлармен міне мынандай бірінші санаттағы бұқаларды өсіреміз. Тұрыңдар. Оларды біз арнайы ДНК талдауынан өткіземіз. Өйткені барлық параметрлерге сәйкес келуі керек. Мынау мысалы 1 жасар бұқа, 100% ангус тұқымы. Ойрат, айтыңызшы, ангустың салмағы неше келіге дейін барады? Үлкен бұқалар 1300 келіге дейін тартады. Күнделікті қосатын салмағы 1,5 келі. Мәмбетов және К компаниясы ұйымдастырған солтүстік Қазақстан облысындағы алғашқы аукцион бірден 11 миллион теңге пайда әкелді. Ең қымбат лот Гарик деген бұқа болды. 1 жасар бұқаның салмағы шамамен 0,5 тоннаға жетті. Салмағы бойынша рекорд жасаған бұқа бүкіл ел бойынша ірі қара малдың ет тұқымдарын жақсартуға бағытталған сыбаға мемлекеттік бағдарламасы аясында сатылды. Ойрат, айтыңызшы, кезінде әкеңіздің өшпес еңбегінің арқасында осы шаруашылық сақталып қалды, солай ғой? Да. Құлдыраудан кейін совхозымыздың да жағдайы мәз болмады. Сонда әкем достарымен бірігіп шаруашылықты дамытуды қолға алды. Бастапқы кезең әкемнің айтуынша өте қиын болды.
қарыз бар, несие дегендей. Алайда бірте-бірте жұмыс алға басты. Қазіргі таңда біз асыл тұқымды шаруашылық болып табыламыз. Жақсы, асыл тұқымды репродукциямен айналысу қаншалықты пайдалы? Иә, өте тиімді. Өйткені бидай тұқымын өсіру жұмысы қаншалықты күрделі болса да, жай астық тұқымынан ол 1,5 есе қымбат. Сонысымен тиімді. Жақсы, бұл шаруашылықты қазіргі таңда ұстап тұру қаншалықты оңай немесе қиындыққа түсіп жатыр? Әкем айтқандай, бұл істі жұмыс ретінде қабылдасаң, әрине өте қиын. Мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы болсын, кез келген жұмысты сүйіп, шын көңілмен істесең, ол жұмыстың еш қиындығы болмайды. Уже не так сложно работать. Яғни, өз ісіңді жақсы көріп, сүйіп істесең, ешқандай қиындық та болмайды, жұмыста жеңілдірек жүреді деген сөзіңіз ғой? Дұрыс айтасыз. Бұл жерде таңғажайып үрдістер болып жатыр. Егін егудің қыр-сырын ұға білген шаруалық тұқымдық шаруалығы атағына ие болып отыр қазіргі таңда. Сонымен қатар мал шаруашылығы бойынша тұқымдық репродуктор деп атасақ та болады. Ойрат, менің таңғалып тұрғаным, сіздер нанды да, жемді де, сүтті де өздеріңіз шығарады екенсіздер, иә? 2018 жылы біз сүт фермасын салған едік. Одан кейін Германиядан 600 бас симменталь тұқымды сиырлар әкелді. Оларды осында өзіміз ұрықтандырып, қазір сауып жатырмыз. Доить их. Тұқымы қандай дедіңіз жаңа? Симменталь тұқымды. Аха, жақсы, ал неліктен бұлардың мүйізі жоқ? Бірін-бірі сүзіп, қандай да бір жарақат алмау үшін, науадан ыңғайланып, ретмен қоректену үшін, чтобы они не создавали между друг другом очереди. Біз жастайынан олардың мүйізін кесіп тастаймыз. Қызық, мына сиырлар неғып бөлек қамап қойғансыздар? Бұл сиырлар бұзаулайтын бөлім, мұнда оларды тудырып, сауға бейімдейді. Алғашқы 10 күн сиырлардан уыз алынады. Біз оларды осылай бөлек ұстаймыз, сосын сауып, уызды бұзауларына береміз. И выпаиваем телят этим молоком. Вот после отела. Ал бұзаулар көріп тұрғаныңыздай, әрқайсысы жеке қамалып тұрады. Здесь они содержатся до 10 дней, вот в таких индивидуальных. Оларды 10 күндей ұстаймыз осылай. Мен дәл қазір арнайы киімді киіп, сауын цехына келдім. Бұл жерде барлығы автоматтандырылған дейді. Оны дәл қазір сіздерге көрсететін боламын. Қазір мінекей сүт сауылып, сүт мына тұрбалар арқылы жүріп жатыр. Мен енді сапарымды ары қарай жалғастырайын. Сізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Рахмет. Сау болыңыз. Бұндай берекелі кәсіптің сыры неде? Бәлкім атадан балаға мұра ретінде, аманат ретінде қалған кәсіпте болар. Ата кәсібі, бала нәсібі деген халқымыздың сөзіне мәйек болатын осындай әулеттер елімізде көбейе берсін. Мен құдды бір соғыс кезіне барып келген сияқтымын. Бұл Киров атындағы көне зауыттың мұражайы. Бұл жердің өнімдері әлі де танымал десек те болады. Әрине, бұлар радиопеленгаторлар емес, бірақ дегенмен бәрін өз көзімізбен көріп қайтайық. 1941 жылдың күзінде Киров атындағы зауыт жұмысшылары жабдықтарымен бірге Мәскеуден қазақстандық Петропавлға эвакуацияланды.
Оның өнімдері өте маңызды болды. Дәл осы жерден радио қабылдағыштар, радиопеленгаторлар, атыс қаруының бөлшектері майданға жіберілді. Кейін стереомагнитофондар сияқты бейбіт өнімдерге көшті. Одақ ыдырағаннан кейін аты аңызға айналған зауыт қайта жаңғырды. Киров зауытында бүгінде темір жол автоматикасын, байланыс құралдарын, мұнай-газ кешендеріне арналған қауіпсіздік жүйелерін және цифрлық телевизияға арналған жабдықтарды өндіреді. Қазіргі таңдағы ең маңыздысы компьютерлер мен ноутбуктер өндірісі. Отандық компьютерлік техникамызбен мақтанатындай дәрежеге жетсек, нұр үстіне нұр болар еді. Сапасы да жақсы, бағасы да қол жетімді. Шынымды айтсам, біздің оқушыларымыз үшін мен қатты қуаныштымын. Еліміздің қаймақтарында бұндай кәсіпорындар бар екен, оны дәл қазір көрейік. Біздің зауыт осы жылдың шілде айынан бастап компьютерлік техниканы шығара бастады. Бұндай қиын күрделі өнімді шығару үшін ең алдымен біз радиотехникалық өнімдерді жетік меңгердік. Әрбір радиотехникалық өнімнің ең негізі ол әрине баспа платасы болып саналады. Бұл өндірісі біз 2 жылдан бұрын уақыт бастадық. Бұл өте күрделі өндіріс. Біздің елде тек қана біздің кәсіпорын шығара алады. Бұл баспа платаны шығару үшін бірнеше әдістер қолданылады. Мысалға аларлық алдымызда тұрған мына станокта бұл платаның сверление отверстие деп аталады. Сондай процесс жасалады осында. Осындай тесіктер жасалады. Қазіргі кезде бәрі онлайн оқуға көшкендіктен бұл өзекті мәселе болып тұр ғой? Әрине. Қазіргі уақытта пандемияға қатысты барлық оқу орындары онлайн оқуға көшті. Сондықтан да компьютерді шығаруда біздің де кәсіпорын өз үлесін қосып жатыр. Біз биылғы жылы Солтүстік Қазақстан облысы мектептеріне 2000-де жуық компьютер жасап тапсырдық. Қазіргі таңда біз 38 000-дай ноутбук жасап шығарудамыз. Егер барлық ойдағыдай жоспарымыз орындалса, онда осы айдың қазан айының соңына дейін біз 38 000 ноутбук және де 5 000 планшетті қоса тапсырамыз. Ол Ақмола облысы, Қостанай және Павлодар облыстарына. Шығарып жатқан өнімдеріңіздің сапасы қалай жалпы? Халық қалай бағалап жатыр? Біз қыркүйек айында 2000-ға жуық компьютерді Солтүстік Қазақстан облысы мектептеріне тапсырдық. Тапсырушы осы заттарды қолданысы қазір қолдануда. Ол заттың біздің тапсырған өнімнің сапасына ешқандай рекламация бізге келген жоқ. Өнімнің сапасы өте жоғары. Халық жақсы қабылдап жатыр ғой? Халық жақсы қабылдап жатыр. Қазір біз басқа цех, басқа учаскелерді сізге көрсетейін. Жақсы. Мади мырза, айтыңызшы, жалпы біз видеоға түсіріп халыққа көрсете алмайтын кейбір құпия нәрселер бар ма бұл жерде? Әрине, біздің зауыт жыл сайын кейбір тапсырушыларға құпия өнімдерді шығарып жасауда. Сондықтан ол туралы біз сіздерге жария ете алмаймыз, өкінішке орай. Жақсы, онда рұқсат етілген жақтарды көрейік, Әрине. Біз қазіргі уақытта химиялық гальваникалық учаскеге келіп тұрмыз. Бұнда біз баспа платаға металды қосып, керекті қалпына келтіреміз. Осында көріп тұрсыз, осы платаға мысты келтіреміз, мыс металын. Және де платадағы тесіктерге біз металды жабыстырамыз. Түсінікті. Жақсы, жаңа сіз құпия кейбір нәрселерді түсіруге болмайды, көрсетуге болмайды деп айтқаннан кейін бізге одан ары қызық бола бастаған сияқты. Әрине, қалжың ғой, бірақ дегенмен экскурсия жасап, кәсіпорындарыңызбен таныстырғаныңызға көп рахмет. Мади, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Ал мен сапарымды ары қарай жалғастырайын. Рахмет.
Өте дамыған аймақ екен. Тіпті қоқыстарды бөліп салатын арнайы контейнерлер әр жерге орнатылған. Экологияға өте жақсы мән береді екен. Достар, мен қазір жергілікті пластик өнімдерін шығаратын Радуга компаниясына барып, бәрін өз көзіммен көріп қайтпақшымын. Қайырлы күн. Есімім Дархан. Екатерина. Қуаныштымын, есімім Дархан болар. Сіздердің кәсіпорындарыңызды көріп, білсем деп келіп едім. Шынымен де сіздерде барлығы пластикадан жасай ма? Дұрыс айтасыз. Дәл қазір біз сізбен пластикалық бұйымдар мен полиэтилендік қаптар дайындап шығаратын өндіріс орындамыз. Уақытыңыз болса, мен сізге бәрін көрсетіп айтып берейін. Жақсы, олай болса барлығын өз көзіңізбен көріп шығайық. Өндіріс орнымызды тамашалап қана қоймай, сонымен қатар жұмыс процесіне қосыла кетсеңіз болады. Тамаша. Біреулер Радуга компаниясын пластик шелектер өндірушісі ретінде білсе, басқалары таңғы ас пен жылдам дайындалатын кеспенің өндірушілері ретінде таниды. 90-шы жылдары бұл компания негізінен дистрибьюциямен айналысты. Содан кейін сұранысқа ие тауарларды өздері шығаруға шешім қабылдады. Бүгінде Радуга бұл бүкіл Қазақстан бойынша филиалдық желісі бар көп салалы табысты кәсіпорын. Маған қазір көмегіңіз болсын. Пластикалық бұйымдар жасалынатын мына шикізатқа толы қапты ала жүрейік. Жақсы, нан алу керек қой. Сөз емес. Ал кеттік олай болса. Оппа! Салмаға жептәуір екен. Қазір біз бұл шикізатқа толы қапты арнайы қолданылатын еріту камерасына алып барамыз. Жалпы пластиктан қандай нәрселер жасайсыздар? Біз 200-ден астам пластикалық бұйымдар дайындап шығарамыз. Олардың ішінде күнделікті тұрмыста қолданылатын түрлі көлемдегі шелектер, ожаулар, сәбилерге арналған ванналар, киім ілгіштер, айта берсек өте көп. Екатерина, қоқыс салатын ыдыстарды мен қазір өз қолыммен жасап көрсем бола ма? Әрине, көріңіз. Ал, кеттік олай болса, көрейік. Менің бір таң қалып тұрғаным, жаңа бір мүшек шикізатты әкелдім, одан осындай міне қоқыс салатын ыдыстар пайда болды. 2 минуттың ішінде. Ал Дархан, мен сізді таңғы ас дайындайтын өндіріс орнына алып келдім. Таныс болыңыздар, жақсылық, біздің өндірісіміздің білікті мамандарының бірі. Әр қарай сізді қызықтыратын сұрақтарыңызға толығымен жауап беріп көрсетіп береді. Ал мен сіздерді оңаша қалдыруға мәжбүрмін. Келгеніңізге үлкен рахмет. Жақсы, Екатерина, сізге көп рахмет. Ал біз кәсіпорында ары қарай өз көзімізбен көріп шығайық. Рахмет, сау болыңыз. Ал, рұқсат болса. Тағамдарды табиғи, таза тағамдар деп айтуға бола ма? Бұл өнімдер біз істеп жатқанымыз таңғы ас деп айтылады. Таңғы аста енді әрине таңғы ас болғаннан кейін табиғи таза жүгері қосылады бұны. Табиғи таза өнімдер деп есептеледі. Яғни адамның денсаулығына ешқандай зияны жоқ, табиғи таза өнім дейсіз ғой. Денсаулыққа өте қажетті зат деп есептеуге болады. Бұл жерде соңғы жұмыстар жүргізіледі ғой? Соңғы жұмыс осы қапталатын ең ақырға. Жақсы, олай болса біреуін ашып, дәмін татып көрейік. Оппа! Ал кет. Дәм өте керемет екен. Тамаша. Шынымен де дәмі тіл үйрет. Ал, сізге рахмет көп. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.
жұмыстарыңыз осылай сәтті болып алға баса берсін. Ал мен сапарымды ары қарай жалғастырайын. Мен дәл қазір вокзалға келіп жеттім. Пойыздың келуіне 2 сағат уақыт бар. Осы уақыт ішінде мен бұл қаладан естелік болатын кәде сыйлық алып үлгеруім керек. Менімен бірге болыңыздар. Әлішер Хамзин өзін эко-кәсіпкер деп санайды. Өйткені ол планетаны металл қоқысынан құтқарады. Ешкімге керек емес болттардан бүкіл солтүстік Қазақстанға танымал болған ерекше кәдесыйлар жасайды. Тапсырыстары өте көп дегенмен, Әлішер өз кәдесыйларымен бүкіл елге танымал болуды армандайды. Әлішер, бұның бәрін сіздер өз қолдарыңызбен жасайсыздар ма? Иә, біз бұл заттарды өз қолымызбен осы Петропавл қаласында жасаймыз. Мұнда қазір бірлескен ұжымның еңбегі бар. Бұл менің түсінуімше сіз үшін тек қана кәсіп емес, сонымен қатар шығармашылық деп айтсақ болады ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл іспен айналысқан өзіме қатты ұнайды. Мен жаңа қызық заттар ойлап табуға тырысам. Әлішер, сізде осы бір дүкен ғана ма? Басқа қалаларда жоқ па дүкендеріңіз? Біздің негізгі дүкен осы Петропавл қаласында орналасқан. Қала бойынша серіктестеріміз өте көп. Одан бөлек басқа қалаларға да жеткізумен айналысамыз. Туындыларыңыз өте ерекше. Әлішер, қазір біз ұстаханаға барып өз көзімізбен қалай жасалатынын көре аламыз ба? Әрине, көріп қана қоймай, өзіңізде жасап, құрастырып көрсеңіз болады. О, тамаша, олардан да барып көрейік. Әрине. Демек, осы жерде жасайды ғой, ұстахана осы жерде. Есімі Дархан болады. Бұл біздің жұмыс орнымыз. Мұнау біздің шеберіміз, есімі Евгений. Қазір ол мұнда қалай жұмыс жасайтынымызды көрсетеді. Сізде бағыңызды сынап көріңіз. Ал олай болса уақытты жоғалтпай, жігіттер, менде бұндай мүмкіндікті жіберіп алмауым керек, сондықтан жұмысқа кірісейік. Бастайық. О, көзілдірікті киіп алайық. Қазір мен көзілдірікті кидім. Сварка жұмысын жүргізгенде міндетті түрде көзді жұму керек, ал бірақ мен сіздерді үшінші көзіммен көріп тұрмын. О! Ал, дайын болған сияқты. Және көреге. Міне, дәл қазір мен бұл роботқа өз үлесімді қостым. Көрдіңіздер ғой. Жүрекшені мен дәл қазір орнатып қойдым. Тамаша. Әлішер, айтыңызшы, болашақта жоспарларыңыз қандай? Біз бұл бұйымдарымызды Қаз сувенир брендімен тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемге танылғымыз келеді. Тамаша. Ал, жігіттер, көп-көп рахмет. Бұндай ерекше туындыны шығарып жасай берулеріңе тілектеспін. Солтүстік Қазақстан облысында бүгінде 30 мыңға жуық шағын және орта бизнес кәсіпорындары бар. Бұл аймақтың болашағы өте зор. Класс неміс концерні Солтүстік Қазақстан облысының арнайы экономикалық аймағының аумағында ауыл шаруашылығы техникасын өндіруге 3 миллиард теңге инвестиция салды. Сондай-ақ өңірде электр техникалық өнім, биоэтанол және басқа да өнімдер шығару бойынша жаңа жобалар іске асырылуда. Дала-дала, сары дала сағымдамған, аумайдау түпсіз терең сағыныштан, о шетімен бұ шетін айыр алмай, құстар да бағытынан жаңылысқан. Бұл Солтүстік Қазақстан облысы менің экономикалық сапарымның жаңа парақшасы. Бұл жерде жылдам әрі тез дайындалатын, кеспе жасап, сапасы өте жоғары компьютер, ноутбук жасап шығарады. Тіпті мега қымбат бұқалары да бар, керек емес қоқыстардан керемет естелікке кәдесыйлықтар жасап шығарады. Ал мені алда ары қарай не күтіп тұрғанын көрейік. Мен Солтүстік Қазақстан облысында жаным мен жүрегімнің бір бөлшегін қалдырып барам.